дәстүр бұл белгілі бір уақытта қалыптасып, қоғамның ыңғайлығына, заманның талабына байланысты дүниеге келеді де бір кездерде жоқ болып кетеді ол. Енді осылардың кейбірінің формасы өзгерген кезде наным сенім өтіп кетеді. Жат ағым өкілдері немесе дінге жаңа келіп жатқан жастардың біздің салт дәстүрімізге қарсы шығуы қай жерде деген кезде осы наным сенімге келіп тіреледі. Бізде Арал Қазалы жақта бір үлкен дау тудыратын нәрсе бар. Қақпаның алдына тұз іліп қою деген бар. Тіпті бұл жаңағы ырым былай оңтүстікке қарай да қазір етек алып жатыр. Енді неге дүзілдіңіз десек, айтады, біз қақпаның алдына дүзіліп қоямыз, арам ниетпен келатқандардың көңіліне тұздай себілсін дейді. Сөйтеді да дүзіліп қояды. Ол тұз да Алланың бір жаратылысы ғой, ешқандай күш жоқ ода. Бір жаңағы химиялық әсерлері болғанмен, ода тылсым күш жоқ қой, ол өздігінен өзі ештеңе істей алмайды. Енді біздің ата-бабаларымыз онда адасқан ба деген сұрақ келеді. Демек іліп қойды, сондай ниет жасады, онда біздің ата-бабаларымыз адасқан деуге келеміз. Тіпті керек болатын болса, Нұртуғанның жырында да кездеседі, жаңағы мамағаштың басына тұзын ілген деп келеді. Сонда Нұртуған білмеген ба? Ол да ғұлама ғой, қасында қаншама ғұламалар жүр. Осы ырымды ұстанып жүрген қазаққа кеше ахундар, ишандар неге мынау Аллаға серік қосу деп айтпады? Демек солардың өзі адасқан ба деген ойға келеміз да. Өйткені ол неден шыққан білмейміз, тұзды не үшін ілгенін білмейміз. Тұзды не үшін ілді деп дегенге келетін болсақ, жат ағым өкілдеріне немен дәлелдей аламыз дейтін болсақ, мынадай нәрсені айтуға болады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан бір сахаба келіп сұрады, бермей қалуға болмайтын нені айтасыз деп. Сол кезде айтты, егер сенен біреу келіп су сұраса, сенде бір жұтым ғана су болатын болса, онда сен оны бөліп бер деді. Одан кейін нені айтар едіңіз деген кезде, бір адам келіп сенен тұз сұраса, онда тұзды бермей қалуға болмайды, бөліп бер деді. Үшінші, нені бермей қалуға болмайды деген кезде, саған жақсылық жасауға мүмкіндік болып тұрған кезде жақсылық жасамауыңа болмайды деді. Енді бұл хадис. Қазақ не істейді? Бір көрші келіп тұз сұраса ренжиді. Сен неге сұрайсың тұзды? Сұрамай алып кетті. Себебі тұзды сұрап алса арамыз ашыласады дейді. Ырым, Енді жат ағым өкілдері не дейді? Бұл да Аллаға серік қосу. Екі адамның арасына біріншіден іблис салады, отты. Адамның арасында ұрыс тұз тарапынан бола ма дейді. Қазақ осы тұзды бермей қалса, сұрап келіп, сұрап алатын болса, тұз екеуміздің арамызды ұрыстырады-ау деп сенген жоқ. Олар хадиске амал жасады. Пайғамбар айтты ғой, сұратпай ал деді ғой. Сұратпай бер деді ғой. Сұрап келген кезде бермей қалуға болмайды деді ғой. Біз тіпті сұратпаймыз деді тұзды. Асыра пайдаланды. Ілу жанына келетін болсақ, жолға шыққан жігітте үш нәрсе болады. Әрбір ер жігіт сапарға шыққан кезде оның жанында кездігі, шақпағы және тұзы болсын дейді. Яғни аулап алған аңын шақпақпен отты жағып, сол жерге қақтайды, пісіреді, және оны кездігімен кесіп турайды, сосын үстіне тұзын сеуіп жейді. Үшеуі де керек. Екеуі таусылмайды, бірақ тұз таусылып қалуы мүмкін. Тұз таусылса, ол жақын жатқан ауылдардан барып тұз алып келу керек. Сонда сол ауылдағы қожасы айтады екен, мына жолдың бойында кімдер жүрмейді, не бір арыстар жігіттер жүруі мүмкін. Олардың тұзы таусылып қалып, менің үйімнен бір уыс тұз сұрап кеп тұрмасын. Бір уыс тұзға беделін түсірмесін. Сондықтан ол мамағаштың басына іліңдір дейді екен. Біз сұратпаймыз дейді. Қазақтың мәдениеті, қазақтың әдебі сондай деңгейге көтерілген еді. Егер тұз керек болатын болса, көрші болсын, мейлі сапарда жүрген адам болсын, мамағаштың басынан тұз алып кете береді. Осы нәрсені кейін ауыл-ауылға біріктірді ғой, отырықшы ел қылды. Сол кезде бұл әдебіміз сәл жоғалтып алдық. Оны көрген жастар бұрын әжелеріміз ілетін еді тұзды. Сол кезде не келіп қойдың деп сұрасақ, жаман адамдардың көңіліне тұздай себіледі деп айтатын еді солар. Осы сол шын шығар дейді, тұзды іліп қою шығарды. Ал кезінде ол әжелеріміз балаға түсіндіріп жатпайды. Ол ана баланың көңілінде қалып қояды да, кейін соны орындады да. Сөйтіп де, яғни салттан дәстүрге, дәстүрден жаңағы тыйымға сөйтіп ауысып, ақыр соңы наным сенімге келген кезде біз шынымен де адасып жатырмыз ба деген жағдайға алып келді. Кез келген адам біздің салт дәстүр наным сенімімізге тиіспес бұрын бұл қайдан шықты? Дінде не дейді, табиғатта не дейді? Мынау енді табиғатпенен үндесу ғой.